Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Бүгінде көп адамдың проблемасына айналған осы память тез толып қалу. Осы память толып қалғанның әсерінен өзімізге ұнайтын программаны жүктей алмай жатамыз. Көбісі сұрақ қойып, памятьті қалай көбейтуге болады, память толып қала береді, не істесем болады деп біраз сұрақтар келді біздің топқа. Мен бүгін осы сұрақтарыңызға видео арқылы көмектесе кетейін. Міне, көп тұрғындарды менде программа өте көп. Free деген ойынның өзі біраз мегабайт алады. 250 мегабайт алады. Flipmore 100 мегабайт. Инстаграмда 100 мегабайт қуат қалады. Мына жақта да приложениялар бар. Маша деген ойында біраз мегабайт алады. Мен бүгін осы сұраққа сіздерге жақсылап тұрып көмектесе кетейін. Настройка кіреміз. Настройка кірген соң сіздерде приложение деген болуы керек. Кейбір телефондарда басқаша диспетчер приложение деп шығады. Осыған кіреміз. Айтпақшы, сіздер міндетті түрде бір флешка алып алыңыздар. Кем дегенде 2 гигалық флешка болса да, соның өзі біразға жетеді. Біраз программалар соның ішіне сиіп кетеді. Сіздер кіресіздер, сіздерде память деген болады. Осы памятьқа кірсеңіздер, изменить деп тұрып, сіз изменить деп карта памятьқа көшіріп қоясыздар. Осылайша сіздің программаларыңыз карта памятьтінде тұрады. Қалағаныңызша программалар жүктеп, осы карта памятьқа өткізіп қойсаңыздар болады. Өзіңізге ұнаған приложенияларды осы өзіңіздің телефоныңызды сақтай аласыздар. Кейбір приложениялар өзінің памятьінде болады, кейбір приложениялар карта памятьқа өтеді. Егер де сізде флешка болса, дәл қазір мен айтқанда осындай жерге кіріп өткізіп қойсаңыз болады. Мен баяғыда өткізіп қойғанмын. Менде де өз проблемамның бірі память тез толып қала береді. 326 мегабайт. Не деген память десеңіз. Бұнда карта памятьқа өткізіп қойған. Мен сүйікті ойынымның бірі болды. Инстаграмда да өткізіп қойғанбыз карта памятьқа. Кейін тағы да бір босатудың жолы, сіздерде оптимизация болса, осы оптимизацияға кіріп, озуды тазалып қойсаңыздар болады. Жалпы озу сізде жабылмай қалған сайттар, окнулар және вирустар бәрін тазалайтын болады. Кейбір телефондарда болмауы мүмкін. Егер сізде бұндай болмаса, кешірім сұраймын. Play Market'ten Claymaster деген приложениені жүктеп алыңыздар. Соның ішіне кірсеңіздер, очистить деген жер болады. Сол жерден очистить етіп, біраз памятьті босатып алсаңыздар болады. Осылайша менің видеом бүгінге аяқталды.